Неге жаңа бір сағат бұрын мұнда келгенім жөнінде айтқам. Енді бір сағат өтті. Ешқандай жаңалықтар жоқ. Әкімнің қабылдау бөлмесіне айттым. Сол күйінде тұр. Байғали бауырым келді. Мені қолдап көп рахмет. Сосын Астанадан да хабарласып жатыр. Камиля сіңлім Қарлығаштай сіңлім. Соған рахмет үлкен. Сол енді неше күн, неше сағат мені қабылдайды, неше күннен кейін, неше сағаттан кейін, әлде мүлдем қабылдамай ма, жылдар бойы кеткенше соны білмедік. Осының алдында жарты жыл жазылдым да, келдім да, қабылдамады. Сосын қабылдады бір айдай бұрын. Бірақ та ешқандай мәселелер шешілген жоқ. Сосын есебіне де бардым, айттым. Шешілген жоқ. Енді осылай тұрмын талап етіп. Сол масқара. Кешегі қалай кеттіңіз, кешке қысқаша айтып өтсеңіз. Кеше енді қалай кеттім, үлкен рахмет барлық қолдаушыларға. Астанадан да, Шымкенттен де хабарласып жатыр. Өскеменнен де айтпасам ренжімеңіздер. Кеше мені алдап шығарып жіберді. Алдап болғанда мен алдағанға қалай көндім. Өйткені сағат 9:30 кезінде кешке әкімнің көмекшісі шықты. Сол көмекшісі шыққанда мен ойладым, әкім басқа есіктен мүмкін шықты. Енді мұнда алдында машинасы тұрған шығар деп. Маған айтады, күзетші мұнда енді бір қазақ тілінде сөйлесеңіз, саған көзімді аудармайтын сойды, шайымыз деп есептеймін. Сондай не бар. Күзет Сократ па білмеймін, сол бастығы. Сол өзі, сосын қол астындағы екеуді мені шығарып жүрді, киімсіз, ештеңесіз. Сосын алдыдағы менің есікті жауып алды, тарс. Сөйтіп алдан далаға шығып қалдым. Сосын пальтомды шығарды, сумочкам шығарды. Далада қалдым солай, сағат 9:30-да. Кеше 1 сағаттай тұрдым да. 28-і кеше. Кеше 28-і. Кеше 28-і, иә. Оның алдында 26-сында сенбі күні отырғам. Негізі әкім сағат 7 кезінде кетті. Сол. Айтарым сол, қаншама тұрам белгісіз. Патшазада қашан қалай бізді есіктегі адамдарды қабылдап нетеді, соның бір не көңілін күтіп отырмыз енді. Бізде халыққа қызмет көрсетпейді ғой. Біз керісінше олардың аяғына жығылып, енді былайша айтқанда есіктің табалдырықта тұруымыз керек. Сөткелеп, ұжылдап та мүмкін тұруға болады. Осындай жағдай бізде. Байхановпен, Ысқақовпен да. Бүгін 29 наурыз. Бүгін 29 наурыз, иә. Сол айтарым. Болды.